Бұл Тәуекел Муслим, белгілі қазақстандық актер жігіт қой. Толтырып мойнынан налогты іліп қойған. Елден кетем деп жатыр бұл жігіт. Өзінің әлеуметтік желісінде солай жазған. Ойдан шығарып отқан жоқпын, тағы лағып кетпеңіздер. Енді біздің үкімет басшыларына, шенеуніктерге сұрақ. Не істеп жатсыңдар сендер? Не істеп жатсыңдар? Бұларды елдің қамы үшін, халықтың мүддесі үшін пайдаланып, халықты тәрбиелеуге, бұлардың ресурстарын пайдаланудың орнына резкий налог салып, необоснованный, просто счетін тексере салып, өзінің ақшасына двойной налог салып, елден қуып жатсыңдар. Тағысындағы керемет азаматтар уже оқталып жатыр, кетейін деп жатыр. Біздің елдегі ақылдылар кетіп қойған уже, көп адамдар. Енді қалған екінші сорттағы адамдардан құтыла алмай жатсыздар ма? Біздікілер деген бар ресурсты пайдаланып білмейді. Біздің үкімет басындағылар бар ғой. Сіздер деген бар ғой, шыны керек. Су құйсаңдар жерге арам шөп шықпайды ғой, шыны керек. Жақындаған жерлеріңді құртып жүресіңдер ғой. Каждый шешімдерің халыққа кәдімгі ауыр тиеді ғой постоянно. Бір істеген істерің шелектің бір түбін жамайсыңдар, екінші түбі тесіліп кетеді ғой. Неге сондай адамдар қайдан жиналып қалдыңыздар? Қандай сендерде бір креатив, бір миларыңда бір нәрсе бар ма? Кішкене ақылдасып, ойласып, кішкене бетіп реттеуге, тек қана моментальный шешімдер қабылдайсыңдар. Сразу сендерге жоғардан команда келеді, жинап ал дейді, жинап ал деген кезде жинап аласыңдар, түп-табырмен қосып. Содан кейін іштеңе шықпайтын, өнбейтін қылып. Сіздердің бұндай реакцияларынан кейін халық тағы бір түрін табады. Халықты бүйтіп қыса бересіңдер. Сосын бір күні дымсыз қаласыздар. Сол кезде халық өздеріңді қысады. Неге соны ойламайсыңдар? Қаншама ресурс жойылып жатыр. Кеше бір шенеунікті сынағам, ол кісі ақталып шығып жатыр да. Мен бүйтпеп едім, мен бәлен жыл бүйтіп едім деп. Одан кейін кәдімгі резкі тек ақтаушы командалар шығып жатыр да артынша. Не қылған мисыздар едіңдер? Ақыл керек болса сұраңдар шеш. Қазақстан Республикасының президентінің іс басқармасы, міне екі қызметкер, жұмыс уақыты әлі біткен жоқ, міне темекі тартуда. Боламыз, кіреміз ба жоқ па? Нағып тұрмыз мына жерде. Боламыз, кіреміз, қазір емес. Как? Что делать вас? Снимать девочек снимай. Я вас не снимаю, я вас фиксирую. Снимаю девочек, а я вас фиксирую. Фиксирую, потому что вон президент вам дает указания, а вы президента даже не слушаетесь оба. Стоите, курите. Быстро зашли на работу. Давайте быстро. Это будет в интернет-ресурсах у вас. Вот эта машина сегодня днем уже будет оштрафована уже сотрудникам ДПС. Потому что машина незаконно ездит. Что, все, покурили? Заходим. Чего вы прислонились? Она сейчас упадет. Быстро убрал автомашину. Автомашину убрал с дороги. Поставил на парковку, я вас предупреждаю. Убрал автомашину на парковку. На парковку надо остановиться и выезжай быстро. 021 УД 01 регион, автокөлік Kia K5.
мына кісіні танымаймын вообще. Мемлекеттік қызметкер шығар. TikTok'ты листать етіп отырып, үзінді көріп қалдым. Біздің мемлекет басында шенеуніктерді жақтаумен айналысып отыр. Ал мына кісі, ол кісінің официальный жұмысы. Рейтингісі түсіп кеткен біздің шенеуніктердің, билік басындағы адамдардың соларды ақтап, жақтап, артынша осындай ұзақ роликтер шығарып, бір ақылды сымақ политиктерді шақырып, солай етіп рейтингісін көтеруге, халықтың алдында ақтап шығуға тырысады. Білмеймін, бұның бәрі не үшін, не керек екенін білмеймін. Бұлар құлақтары бар, бірақ халықты естімейді. Көздері бар, бірақ халықтың жағдайын реально көрмейтін адамдар да. Бізде, мен сіздерге еще ақыл айтайын, жоғарыдағы шенеуніктер. Сіздер еще Министерство соцсетей деген ашыңыздар еще. Сосын оның ақшасын жеп, тағы да халықты минусқа тығыңыздар. Просто бұл жерде қарап тұрсаңыздар да, қаншама ресурс, қаншама уақыт, қаншама халықтың мазасын кетіріп жатырсыздар да, датабода. Бір-біріңді жақтап, бір-біріңді мақтап, ақтап жатсыңдар да. Одан да дұрыс нәрсемен айналсыңдар, шеш. Бар нәрсені пайдасына қарай айналсыңдар, шеш. Қолдарынан келетіні TikTok'ты жауып тастау, скоростын жайлатып тастау, интернетті айырып тастау. Маңдай 21 ғасырда керемет ғылым мен техниканың дамып тұрған уақытында бұлар деген әлі қоймайды, әлі мойындамайды. Баяғы халықты алдай бергісі келеді. Бір ненің ОДК-ның председателін мақтаймыз, жақтаймыз деп естерің кетті ғой соншама. Өзі ақталып бір шықты. Ақталған сайын, ақталдың ба, жартылай кінәлісің. Халық айтса, қалып айтпайды. Бірдеңе біліп айтады, естіп айтады, көрген тарихтан біліп айтады. Сіздер сондайды неге әлі түсінбейсіңдер? Халықты сезінбейсіңдер. Халықтың арасындағы атмосфераны білмейсіңдер. Дұрыс ресурсты өз ретімен пайдаланып білмейсіздер. Сосын келесіздер де ренжисіздер. Сіздер де бәріңіздің бойларыңызда халыққа ренжу деген ең бірінші сондай не тұрда. Ұстанымдарың сондай да. Шенеунік болдыңдар, жоғарыға шықтыңдар, өздерінің бір-біріңді алдап жүргендеріңді білесіңдер де, халықтың бәрі сондай, халық дымға түсінбейді деп халықтың реакциясына қарайсыңдар да ренжисіңдер. Дұрыстап соны пайдалана алмайсыңдар. Ақыл керек па? Сұраңдар шеше, айтамыз ғой, ё-майо. Солай ағайын. Шын ақпарат біліп жүріңдер, тыңдап жүріңдер, ара жігін айырып жүріңдер.